Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Бүгін біз сіздермен қатпарлы самсаның рецептін түсіретін боламыз. Ол үшін ең алдымен бізге 300 грамм ұн, електен өткізілген ұн керек болады. Содан соң 1,5 шай қасық тұз саламыз. Содан соң осылай 30 грамм сары майымызды саламыз. Менде сары майымыз 82,9%. Содан соң 175 миллиграмм су салатын боламыз. Салқын су саламыз. Сол кезде қамырымыз орташа қаттылықта болып шығады. Осылай жақсылап басын біріктіріп алатын боламыз. Біріккен қамырды зуаланы осылай бір шетке алып қоятын боламыз. 15 минутқа тындырып, оған дейін салмасын дайындап аламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай мен 2 орташа жуаны пайдаландым. Сіздер де адам санына қарай көбірек етіп жасасаңыздар болады. Мен бір бүтін орташа асқабақты пайдаландым. Мен барлығын турап қостым. Бірақ менде салмасы қалып қойды. Бізде 5-4 адам болған соң азырақ көлемде істедім. Сіздер көптеу жасасаңыздар болады. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Және осы мини самсаны жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Бізде бір құпиясы, мен асқабаққа міндетті түрде қант қосамын. Сол кезде өте дәмді болып шығады. Міне 15 минут тынған қамырымызды осылай 2-ге бөліп жайып алатын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай тынған қамырымызды осылай шет-шетін басып жайып алатын боламыз. Жақсылап. Менде 2 бөлікке бөліп алдым. Сіздер одан да көп қылып жасасаңыздар болады, әрине өз қалауларыңызға байланысты. Менің арнамнан тағы да қандай рецепті көргілеріңіз келеді, комментария бөліміне жазып кетіңіздер. Менде бүкіл құрамын описание бөліміне жазып кететін боламын. Сол жерден көріп жасасаңыздар да болады. Арнамды жоғалтып алмау үшін тіркеліп кетіңіздер. Міне бізде қамыр уже дайын болып қалды. Қатты жұқа етіп жайған жоқпын. Орташа көлемде жайып алдым. Сіздер жұқа етіп жайып алсаңыздар болады. Міне осылай жайып алған соң біреуін бір шетке ала тұрып, екіншісін жайып алатын боламыз. Міне қатты жұқа емес, орташа осылай болып шығады. Содан соң сары майымызды, жаңағы 82,9% майымызды, содан соң болдың майын араластырып ерітіп алдым. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай. Қанша грамм салғанымды описание бөлімінде жазып кететін боламын. Егер сіздерде қолы май болмаса, маргаринді пайдалансаңыздар болады. Немесе көп жағдайда қойдың майын ертіп алып жақсаңыздар, қатпарлығы өте күшті болып шығатын болады. Сіздерде үйде қандай май бар, сол түрін пайдалана бересіздер. Міне жетпеген жерлерін кішкене созып, осылай жеткізіп алып, май жағып, екеуін бірге нығыздап орайтын боламыз. Осылай бәрін бір тегіс етіп жағып алатын боламыз. Маған қолмен ыңғайлы болды, содан соң қолмен жағып алдым. Содан соң осылай нығыздап орап алатын боламыз. Менде кішкене майы көптеу болып кетті. Оны бөлек алып, үстінен кішкене сырғатып алып, бет жағына орап болған соң
жағып морозильникке 20 минутқа қойып қойсаңыздар болады, немесе холодильникке 30 минутқа қойып қоясыздар. Міне пакетке салып морозильникке 20 минутқа қоюға жібердім. Сосын салмасына 2 шай қасық қант салып алатын боламыз, дәмді болып шығу үшін. Міне құпия соусы да. Содан соң 1 шай қасық тұз салып алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай. Сосын осы жарты шай қасық қарабұрышымызды салып жақсылап араластыратын боламыз. Содан соң жаңағы морозильниктегі қамырымызды алып 22-20 грамм қылып бөліп алатын боламыз. Сол кезде мини самсаларымыздың көлемі шығатын болады. Не осылай кесіп аласыздар. Міне көріп тұрғандарыңыздай ортасы өте қатпарлы болып шыққан. Оны ұнымызға батырып, шет-шетін басып, шайдап алатын боламыз. Сол кезде қатпарлы көлемін жоғалтпай, қытырлақ, әдемі болып шығады. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай жасап көріңіздер. Менде пергамент қағазы жоқ болғандықтан листтің астын осылай майлап, барлығын бір тізбекте етіп қойып шықтым. Егер сіздерде пергамент қағазы болатын болса, астына соны төсеп, бір шеттен қойып шықсаңыздар болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай өте дәмді болып шығады. Ас болсын, сау болыңыздар.